Саламатсыздарма, құрметті көрермендер. Алдыңғы астатык қалан құтқан маталардан құраған құрақтарымды көрсетейін деп ұйғардым сіздерге. Так, міне мынандай құрақтан бастайын. Тырнағырақ. Көріп тұрғандарыңыздай қызыл мен сары ғана екеуі араласқан. Мына жерде сары мен жасыл. Бұл да тырнағырақ деп аталады деп ойлаймын. Мынандай үшбұрыштар болған, мен сол үшбұрыштардан міне мынандай тюльпан жасадым. Тюльпан. Қазір осындай тюльпан мода болып жатыр ғой. Осындай тюльпан құрап жатыр елдер. Қазір. Так, мынандай құрағымыз бар. Неке көріп тұрсыздар. Мына жерде төрт бұрыштар ортасында сенген сары, жасыл, сары, жасыл деп сөйтіп кете береді. Айналдырып тіге бересіздер. Ортасында төрт бұрыш, қалғандар үш бұрыштан. Кімге қандай құрақ ұнады? Сол бойынша жазсаңыздар, келесі видеода сол құрақ көрсетемін. Мына жерде неше түрлі әртүрлі құрақтар. Мынау тоже жаңағыдай. Ши құрақтың ұзынша маталарымен мына жерде үш бұрыштар кетеді. Так. Неке мынандай вариант бар. Мынандай. Бұны алдыңғы сабақтарда көрсеткем. Мына құрақ құдық деп аталады. Колодец дейді ғой. Мынау Версачидің бір түрі тоже, бірақ бұл жерде үшеуі кеткен. Версачиде екі түрлі цвет болса, мына жерде үш түрлі. Төрт түрлі болу керек еді. Мына жерде кішкене қателік жасап жібердім, қызыл цветімді ұмытып кетіппін. Бірақ ол мен жасалынбайтын еді. Үшеуімен жасалады екен. Айналдырып төрт түрлі цветті қойдым. Мына жерде үш түрлі цветті қоя берсеңіздер болады екен. Қызылдың орнына мына жерге көкті ма, жасылды ма? Міне жасылды қойған дұрыс екен. Үш түрлі. Цветтерін үйлестірсеңіздер, мына жерде кішкене темныйрақ болып тұр. Мынандай да бір Версачи шықты. Мынау стрелка сияқты. Бірақ бұл жерде ортасына сары, одан кейін қызыл, сары деп жасасаңыз, жақсы көрінеді деп ойлаймын. Мынау онша көрінбей қалды. Қызылмен. Мынау жайығырақ. Мынау жаңағыдай тырнағырақ сияқты. Бұрыштан алып кетіп жатыр. Төрт бұрыш, содан кейін келер кете береді. Мынандай құрақ бар. Так, содан кейін мынандай бар екен. Ортасына жасадым, содан кейін үш бұрыштар жасадым. Сразу ортасына төрт бұрыш, кейін үш бұрыш жасасаңыз болады. Мынау бұрын құрап тастай бергем, астары жоқ, матасы жоқ астында. Бұрын құрап бергем, қалған маталардан. Көрініп тұрма сіздерге. Мынау лестница сияқты. Версачи тоже. Кейін бір көрпе құрармын деп құрай берген. Енді осылардың бәрін біріктіріп, көрпе, төр көрпе, болмаса жастықша жасаймын. Келесі видеода қалай құрастырғанымды, осылар біріктіргенімді көрсетем. Мынандай да бұрынғы нелерім бар екен. Бұл мен бұрын мынандай құрайтын. Осындай көрпелер құрайтынмын. Осындай гүл.
мынаны бір цветтен, мынаны бір цветтен деген сияқты. Соның бәрін былай бір-біріне біріктіретін. Мына жерде бүйтіп деген сияқты. Осындай гүлдерден. Мынандай жұлдыз құрақ шықты үш бұрыштардан. Мынандай ромбиктардан мен бұрын мынаны былай құрап тастаған екем. Қазір мынандай деп ойладым да. Осылай істесе болады деп. Әдемі көрінеді осылайна. Келесін былай болса да болады, былай болса да болады. Енді мына тек қана екі түстен болса, мына жерде көрдіңіздер ме? Не көк, не фиолетовый, не көкті былай, мына жерден де көк болса, мына былай волна болып кете береді да сонда. Былай қарайын. Мына жерде розовый болса, мынау да розовый болса, волна болып әдемі болып кете беретін еді. Бұны жаңағыдай құрақтардың ортасына жіберсе болады. Міне мына құрақтардың қазір бір-біріне біріктірген кезде орталарынан мынаны бүйтіп қойсам деп ойладым. Мынаны бүйтіп қойсам деген сияқты. Или болмаса аяқ жақтарына қойсам ба деп көреміз енді. Біткен несін көрсетем сіздерге. Так, мынандай бізде тырнағырақ бар. Бұрын құрағаным. Тырнағырақ үйренгілеріңіз келсе, тоже жазыңыздар, тырнағырақ үйренгім келеді деп. Келесі видеода көрсетемін. Так, одан кейін менде 4 бұрыштар болған. Сол 4 бұрыштардан мен мынандай шахматный жасадым. Шахматныйды екі түрлі түстен ғана жасасаңыздар болады. Менде бордовый цвет көп болған. Соған міне мынандай қандай цветтер бар, соның бәрін араластырып қоса бердім. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде мен бүйтіп бір цветті екі бордовыйдың ортасына қойып, құрап алдым да, содан кейін бір-біріне жалғап отырдым. Так, мына былай тұру керек қой негізінде. Көріп тұрсыздар. Сарыны екі бордовыйдың ортасына қойдым. Одан кейін міне жасыл мен бордовыйды қойдым. Екі бордовыйдың ортасына көк қойдым. Мына жерде жасылды қойдым, мына жерде розовыйды қойдым деген сияқты. Содан кейін бір-біріне мына цепочканы былайынан әкетіп отырып. Или мынаны каждый бүйтіп бөлек-бөлек қойасыз да, содан келесісін қойып отырып көрсеңіздер болады. Шахмат үйренгілеріңіз келсе, тоже жазыңыздар, шахмат үйренгім келеді деп. 20 адам сұраса, бір құрақты сол кезде сол құрақтың видеосын көрсетіп жіберемін сіздерге. Бұның астына мата салмаймыз. Бұны да міне тігістерді екі жаққа құлатып отыру арқылы тігеміз. Тігістер қалың болып кетпес үшін. Мына жердегі екі жабысқан 4 бұрыштың, мына жақтағы астыңғы 4 бұрыш екеуінің несін екі жаққа құлатып отырып тігеміз. Егер үйренгілеріңіз келсе, оны анықтап көрсетемін видеода. Ал мен енді осы шыққан құрақтарымнан қандай көрпе құраймын, соны ойластырамын. Болмаса сіздер маған айтып жүріңіздер, мына жерге орталарына однотонный мата жіберіп барып, бірақ бір-біріне құрайын ба, әлде бір бұлай құрай берейін ба. Барлығын бірге құрайын деп ұйғардым. Дәу 4 бұрышты қылайын ба, әлде ұзын көрпе қылайын ба? Тапчанға арналған көрпе дәу 4 бұрышты қылса да болады.
Мінекей мынау астарына салған матамыз. Мен оны дәу қылып жасадым, 23-те 23 қылып. Бүйтіп. Матам жаңа аст ішіндегі құрағым ішінде қалсын деп. Мына шеттері сол матаға тігілсін деп. Жетпей қалғанша, лучше артық қалғаны жақсы деп. Өстіп жасадым. Енді бұл астар мата тіккен сайын жинала береді. Мына жерде жиналып тұр. Ондай көп қалған жоқ бұл жерде. Мына жерде слишком көп болып тұр. Бұл жерде кішкене-кішкенеден қалып отырды. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Қандай құрақ ұнады, қай құрақты үйренгіңіз келеді, жазыңыздар. Қай құраққа 20 сұрақ болады. Осы құрақты үйренгім келеді, осыған видео түсіріңізші десе, сол құрақты түсіріп жіберемін. Жазыңыздар, жауап беремін. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болыңыздар.